Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы. Оқу мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Жоспары: бірінші, ақынның өмірі мен шығармашылығы; екінші, қазақ поэзиясына қосқан үлесі; үшінші, лирикасы мен поэмалары; төртінші, аққулар ұйықтағанда поэмасы жөнінде мәліметтер білетін боламыз. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келді. Балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келген Мұқағали өлеңді 10-11 жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген. Мұқағали Мақатаев қаламынан «Қарлығашым келдің бе», «Дариға жүрек», «Аққулар ұйықтағанда», «Шуағым менің», «Өмір дастан» тағы да басқа жыр жинақтары туған. «Соғады жүрек», «Шолпан», «Жырлайды жүрек», «Өмір өзен» тағы да басқа жыр кітаптары шыққан. Біршама өлеңдеріне ән жазылды. Ендеше оқушылар, жылдар сөйлейді хронологиялық кесте арқылы Мұқағали Мақатаевтың өміріне шолу жасайық. 1948 және 49 жылдары КазМУ-дың филология факультетінің студенті. 1948 жылы оқуын тастап, Шибут ауылында ауылдық кеңесінің хатшысы. 1949 жылы көктемде жары лашынмен отау құрады. Автограф: көрер едің, шаламын ба, отпын ба, білер едің, ақынмын ба, жоқпын ба, кектендірген хан Жәңгір де жоқ мұнда, кектенетін Махамбет те жоқ мұнда. Түсінер ең, езбін бе, әлде ермін бе, байқар едің, артықпын ба, кеммін бе, мен Спартак бола алмадым, не шара, сенің өзің Цезарь болып көрдің бе? Ал оқушылар, жаңа сабақты бекіту тапсырмаларын орындайық. Бірінші тапсырма: Сингвейн әдісі арқылы аққу және туған жер тақырыбына 5 жолды өлең. Үлгіге қарап жазыңыздар. Тамаша, жарайсыздар. Екінші тапсырма: кубизм стратегиясы. Суреттеңіз, сипаттаңыз, қолданыңыз, зерттеңіз, ой толғаңыз және салыстырыңыз. Осы тапсырманы суретке қарап орындаңыздар. Керемет оқушылар! Ендеше үшінші тапсырмадағы сатылай талдау технологиясы бойынша «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының композициялық құрылымын жазайық. Жарайсыздар. Үй жұмысына ақынның үш бақытты өлеңін негізге ала отырып, бақыт деген не тақырыбына ой толғау жазу. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Том-том болып дүкенде тұрмасақ та, шаң басқан архивтерден табылармыз. Оқушылар, сабақтан алған әсерлеріңізді кері байланыс арқылы жолдауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.